Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында гранола, басқаша атауы мюсли дайындаймыз. Сүт немесе айран қоссаңыз таңғы асыңыз дайын. Граноланың құрамында жаңғақтар және дәндер болғандықтан тойымды болып келеді. Тек таңғы ас емес, перекус ретінде де қолдансаңыздар ыңғайлы. Мен сияқты йогурт қосып, жеміс-жидектермен әрлендірсеңіздер керемет десерт болады. Бізге керегі овсянка және де өздеріңіздің қалауыңыз бойынша жаңғақтар, дәнектер, кептірілген жеміс-жидектерді қосасыздар. Жаңғақтарды 3-4 бөлікке бөліп алдым. Блендермен майдаласаңыздар да болады. Мен жаңғақтардың гранолада ірі болғанын қаладым, сондықтан пышақпен бөліп шықтым. Жаңғақтардан басқа миндаль, кешью қосатын болсаңыздар, ортасынан 2-ге бөліп қоса саласыздар. Кептірілген жемістен өрік, слива немесе құрма қоссаңыздар да болады. Мен тек өрік қостым. Өрікті осылай кішкене бөліктерге бөліп турап алдым. Сондай-ақ мейіз немесе клюква қоссаңыздар да болады. Жаңғақ пен кептірілген жемістерімізді турап дайындап алдық. Енді барлығын овсянкаға қосып, жақсылап араластырып аламыз. Егер де менің арнама жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып қоюларыңызды сұраймын. Ары қарай 1 қасық какао немесе корица және де кокос үлпектерін қосамыз. Егер де қаламасаңыздар, мүлдем қоспасаңыздар да болады, ол міндетті емес. Кез келген майды қосамыз. Мен күнбағыс майын қостым және де бал қосып, жақсылап араластырып аламыз. Егер де граноланың тәтті болғанын қаласаңыз, балға кішкене қант қосып, буған немесе отқа ерітіп алып қосасыздар. Овсянканы таңдауға келетін болсақ, қазір дүкенде неше түрлі овсянкалар бар. 5 минутта дайын болатын, ыстық су құйса дайын болатын. Ондай түрлерін мүлдем алмайсыздар. Бізге керегі 15-20 минутта дайын болатын овсянка. Барлығын жақсылап араластырып алған соң, табағымызға салып, біркелкі қылып жайып шығамыз. Алдын ала 160 градусқа қыздырылған пешімізге салып, жарты сағаттай дайындаймыз. Жарты сағатқа салып ұмыт кетпейміз. Граноламыз біркелкі күйіп кетпей дайындалуы үшін әр 10 минут сайын шығарып, араластырып, қайтадан тегістеп саламыз. Жарты сағат уақытымыз өткен соң, алдын ала турап дайындап қойған жеміс-жидектерімізді қосып, жақсылап тағы араластырып аламыз. Егер қаласаңыздар, шоколадты майда бөліктерге бөліп қоссаңыздар да болады. Осымен граноламыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңызда жасалу жолы өте оңай. Сүт, айран, йогуртқа қосқан кезде үстінен тәтті сироппен құйып шықсаңыздар да болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде каналыма жазылып қойды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.